Сәлем достар, сіздермен Лоли және де мен бүгін сіздерге бір-екі күшті сит көрсетіп келіп тұр. Бұл ситтер ешқандай деревня ондай добавлять етпейді. Олар тек қана бір әдемі выживанияға арналған әдемі ландшафттарды береді, жарайды. Бірінші ситіміз ол джунгл. Міне, джунгл деп жазамыз. Сіздерде ешқандай пробел болмау керек. Тек қана джунгл және болды. Создать етеміз. Шығасыздар. Бірінші қарағанның өзі әдемі. Яқта мынандай бір нәрсе бар. Ауада тұрған. Ары қарай өте күшті болады. Яқта шыршалы биом бар. Шыршалы биом. Яқ қалың орман. Шыршалы биом. Оны тағы жалғасы бар шыршалы биомның. Енді сіздер шыққанда мынау ағашқа қарай барасыздар. Сөйтіп мына жерде су көресіздер. Не, осы суға барасыздар. Уже қарағанда әдемі көрініп жатыр, я гүлдер. Суға барасыздар. Мына жерде әдемі сулар бар, гүлдер бар. Ең қызығы бұл жерде мынандай бар. Біз Морган екеуміз айблок деп аттадық. Ұқсайды кішкене. Яқта асқабақтар бар. Осы ситта выживать етсеңіздер болады. Өте күшті, барлықтарыңызға требовать етемін, рекомендовать етемін дегенім. Осындай әдемі жер. Аяқта не тұр? Мини фонтанчик бар, көріп тұрсыздар. Енді екінші ситқа барайық. Екінші сит ол бізде Алия деп аталады. Мен оны өзім жазып тауып алдым. Жазайық. Осылай. Ешқандай пробелсіз тағы да создать етеміз. Бұл жерде скайблок деп аталуы болады. Біз шыққанда ең бірінші осындай бір талдардың арасында шығамыз. Енді бізге жоқ, бірақ скайблок емес екен, андай бір талмасындай бір нәрсе. Осыны айттым. Қараңыздар, біз жаңа яқта спавница еттік. Сөйтіп былай жүреміз, міне. Мына жерде. Өте күшті ландшафт. Тағы да бір күштіліктер бар. Мына жерде, например. Күшті бір жер. Яқтан су ағады, ал яқта темный дуб бар. Ары қарай өздеріңіз исследовать етсеңіздер болады. Яқта таулар бар. Таулар бар. Әдемі. Алттан елі өш кетті. Және яқта өте көп күнбағыстар бар. Сіздермен бірге болған Лоли менің каналыма және Морганның каналына жазылып лайк басыңыздар. Сау болыңыздар достар.